Сәлем достар, Жадо асханасына қош келдіңіздер. Мен сіздерге үй жағдайында осындай әдемі, дәмді штрудель тағамының жасалу жолын көрсететін боламын. Алдымен қамырымызды илейтін боламыз. Чашкаға 500 грамм ұнымызды салып, бір жұмыртқамызды жарып, салқын тұзды сумен қатты емес, жұмсақ емес, орташа қамыр илейтін боламыз. Міне, қатты емес, жұмсақ емес, орташа қамыр иленді. Енді бұны тындырып қоямыз. 300-500 грамм шамасында ет керек болады. Алдын ала жуып турап дайындап қойдым. Сәбіз, болгар переці, жуа, 10 шақты картошка және ас қасық томат пастасы. Ыдысымызға сұйық майымызды құйып, етімізді салып, әбден қызарғанша қуыратын боламыз. Етіміз қуырылғанша қамырымызды теңдей қылып екіге бөліп, әдемілеп, домалақтап, күлшелеп қоямыз. Жуамызды екіге бөліп, жұқалап турап, қуырылып жатқан етіміздің үстіне салып, жақсылап қызарғанша қуырамыз. Сәбізімізді де екіге бөліп, жұқалап турап аламыз. Туралған сәбізімізді, болгар бұрышымызды, томат пастамызды салып, жақсылап қуырамыз. Картошкамызды осылай дәу-дәу қылып, әдемілеп турап дайындап қоямыз. Жақсылап қуырып алдық, суымызды құйдық. Енді баяу отта етіміз піскенше шамамен жарты сағат қайнататын боламыз. Енді қамырымызды жұқалап, әдемілеп жаямыз. Міне, жұқалап нанымызды жайып алдық. Енді майымызды жақсылап жағамыз. Мантаваркамыздың табағын жақсылап майлап дайындап қоямыз, қамыр жабыспас үшін. Май жағылған қамырымызды осылай жұқалап кесеміз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай қамырды кесілген бірінің үстіне бірін қоямыз. Мен 4 қабат қылдым. Осылай созамыз. Сонда қамырымыз бұдан да жұқа, әдемі шығады. Әбден созып жұқалап алған соң қамырымызды 4 бұрыштап кесеміз. Міне, кескен қамырымызды әдемілеп қатар-қатар мантаварканың табағына жинастыратын боламыз. Міне, жақсылап жайып, қамырымызды жинап алдық. Картошкамызды салып, тұз бұрышымызды салып, мантаваркамызды үстіне қойып, қамырымызды 45 минут пісіреміз. Достар, қараңыздаршы, мейрамханадағындай өте әдемі, дәмді, үй жағдайында да жасауға болады. Менің отбасымның сүйікті тағамдарының бірі. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет, ас болсын барлықтарыңызға.